Бір жаздың ыстық түні ауылдағы ескі үй Ақерке 23-те жаңа ғана университетті бітіріп әке-шешесінің үйіне демалысқа келген. Ағасының Астана қаласында өз отбасы бар. Ауылда бәрі бұрынғыдай, тек бір нәрсе өзгерген. Оның ағасының досы 32 жастағы Нұрбол ағай осы жазда ауылға көшіп келген. Нұрбол ағай ауылдың ең әдемі жігіттерінің бірі. Осы ауылда шағын бизнесі бар, бойы ұзын, денесі спорт залдан шыққандай, дауысы терең, көзі қарағанда адамның ішіне кіріп кетеді. Бір күні кешке Ақеркенің анасы: "Қызым, Нұрболдың үйіне барып, мына заттарды апарып берші, сұрап алып едік, ұят болар" деп жіберді. Ақерке қарсы болмады, керісінше жүрегі дүрс-дүрс соғып жатты. Ол кішкентайынан Нұрбол ағайға ғашық болған. Бірақ ол кезде 10 жастағы қыз бен 19 жастағы жігіттің арасы тым алшақ еді. Қазір бәрі басқаша. Нұрбол есікті ашқанда үстінде тек қана қара спорт шалбар, жалаңаш кеуде, терге жайнап тұр. Әлгі жаздың ыстығы ғой. "Кір, Ақерке, көп рахмет саған" деді. Ақерке кетпеді, қалғысы келді. Нұрбол болса шай құйып: "Сен қатты өзгеріпсің есейіп, әдемі болып кетіпсің" деді. Ақерке ұялды, бірақ көзін алмады. "Сіз де бұрынғыдан да әдемі екенсіз ағай." Сөйтіп сөйлесіп отырды. Бір уақытта Нұрбол: "Ақерке, сен маған кішкенеңнен ұнайтын едің, бірақ ол кезде айта алмадым. Қазір айтайын ба" деді. Ақеркенің аяғы дірілдеп кетті. "Айтыңыз" деп сыбырлады. Нұрбол орнынан тұрып Ақеркенің алдына келді. Қолынан ұстады. Саусақтары ыстық, күшті. "Мен сені қатты қалаймын, Ақерке. Бүкіл осы жылдар бойы ойладым. Сен үлкен болғанша күттім. Енді шыдай алмаймын." Ақерке ештеңе дей алмады. Тек басын изеп жымиды. Нұрбол оны құшағына алды. Бірінші ақырын, сосын терең, аш құштарлықпен. Ақеркенің іші лаулап кетті. Оның қолдары Нұрболдың арқасына, мойнына тигенде Нұрболдың денесі қатты дірілдеді. "Бөлмеме барайық" деп сыбырлады Нұрбол. Олар екінші қабатқа көтерілді. Бөлме қараңғы, тек ай сәулесі терезеден түсіп тұр. Нұрбол Ақеркені орнына жатқызды. Ақерке дем ала алмай жатты. "Қорықпа жаным, бәрін баяу жасаймын" деді Нұрбол. Бірақ Ақерке қорықпады. Ол керісінше Нұрболдың астыңғы жағындағысын шешкісі келді. Қолдары дірілдеді, бірақ шешті. Нұрболдың денесі қатты, ыстық, қалауға толы. Екеуі бірге, денелері бір-біріне тигенде екеуі де шыдай алмады. Ақерке бірінші рет ондай ләззат алды. Оның дауысы шығып кетті. Қолдары Нұрболдың шашынан тартып белін тырнады. Сосын Нұрбол үстіне шықты. "Ауырды ма жаным?" деп сұрады. Ақерке: "Жоқ, тек сені қалаймын" деді. Нұрбол баяу енгізді. Ақерке бір сәт ауырсыну сезді. Бірақ сосын тек рахат қана. Терең, толық. Нұрбол қозғалған сайын Ақеркенің іші толып, босап қайта толып жатты. Олар өте ұзақ бірге болды. Бір-біріне неше рет шықты санамады. Тек тер, тыныс, шырыл махаббат сөздері. Таң атқанда екеуі бірге жатты. Нұрбол Ақеркенің шашынан сипап, риза болып: "Енді сен менікісің, мәңгілік, ешкімге бермеймін" деді. Ақерке күлімсіреп: "Мен де сені ешкімге бермеймін, Нұрбол. Менің алғашқы әрі соңғы адамым" деді. Нұрболдың үйінен қайтқан соң Ақерке бір апта бойы ұйықтай алмады. Денесінде әлі Нұрболдың иісі, әлі оның саусақтарының ізі қалғандай. Кешкісін әке-шешесі ұйықтағанда ол өзінен өзі жатып, ішіне қолын салатын. Сол түнді есіне алып, өзін-өзі қанағаттандырып жататын. Бірақ ол жетпейді. Ол Нұрболдың шынайы ыстықтығын қалайтын. Бір сенбі күні кешке Нұрболдан хат келді. "Бүгін түнде кездесеміз. Саған сюрпризім бар. Сағат 12-де мен саған келемін. Есік алдында машинам тұрады. Тек жеңіл қалатпен кел. Басқа еш нәрсе кимеші." Ақеркенің жүрегі зырқ ете түсті. Ол душ қабылдап, ең әдемі қара кружевный нәрсесін киді.
Үстінен ақ жібек қалатты ғана іле салды. Сағат 11:50-де үйден шығып көлікке отырды. Ауыл тыныш, иттер де үрмеді. Олар Нұрболдың үйіне кіріп есікті жапты. Іш қараңғы, тек екінші қабаттан әлсіз қызыл жарық түсіп тұр. Олар құшақтасып баспалдақпен көтерілді. Бөлменің есігі аз ғана ашық, ішінен баяу, терең музыка естіледі. Бөлме қызыл шаммен жарықтандырылған. Ортада үлкен жатын орын, айналасында бірнеше шам. «Кел жаным, дайынсың ба?» деді даусы төмен, бұйрық бергендей. Ақерке есікті жауып алдына барды. Нұрбол оны ұстап, қатты тартып өзіне көтеріп басын сүйді. Тілдері бір-біріне тигенде Ақеркенің аяғы әлсіреді. «Бүгін сен тәттім менің». Ақерке жұтынып, «Иә жаным». Нұрбол күлімсіреп, қара жібек шарфты алып, Ақеркенің көзін байлады. Нұрбол оны жатын орынға итеріп жіберді. Қолдарын бос жақтағы темір торға байлады. Ақеркенің жүрегі соғып, төсі көтеріліп түсіп жатыр. Нұрбол баяу, өте баяу бастады. Ақеркенің мойын жағында қызыл іздер қалды. Сосын төмен қарай. «Тыныш жат, әлі бастамадық», деді Нұрбол. Ақерке шыдай алмай, белін көтеріп дауыстап кетті. «Нұрбол, өтініш болшы тез». «Өтініш, кіріңіз, шыдай алмаймын». Нұрбол күлді. Жыртып жіберді астыңғы жақтағысын. Ақеркенің аяғын екі жаққа айқара ашып қойды. Енді ол толық ашық, дәрменсіз жатыр. Ақерке 1 минутта дайын болды. Денесі қалшылдап бастады. Бірақ Нұрбол тоқтамады. Мықтырақ соғыңыз, мені жарып жіберіңіз, деді қыз. Нұрбол оны артқа қаратып қойды. Олар осылай бірнеше сағат болды. Әр позицияда, әр қарқынмен. Нұрбол Ақеркенің ішіне 2 рет жіберді. Біреуін артқа қаратып тұрғанда. Ақеркенің аяқтары дірілдеп, денесі қалшылдап бітті. Таңертең екеуі құшақтасып жатқанда Нұрбол оның құлағына сыбырлады. «Енді сен толық менікісің, денеңде, жаныңда. Келесі жолы тағы да болады. Дайын бол». Ақерке әлі тынысы үздік создық, тек басын изеді. «Иә жаным, қашан айтсаңыз да дайынмын». Келесі кездесу бұл жолы ауылдың сыртындағы ескі монша. Оны Нұрбол жалға алып, ішін толық дайындап қойған. Ағаш қабырғалар, бу, ыстық су, төбеден түсіп тұрған әлсіз жарық. Ортада үлкен ағаш орындық. Ақерке кіргенде Нұрбол оны құшақтап салды. Үстінде тек жеңіл ақ жейді. Оның ыстық денесі Ақеркенің арқасына тигенде қыз бірден ернін тістеп алды. «Бүгін бумен ойнаймыз», деді Нұрбол құлағына сыбырлап. Екеуі де бумен терге малынып жатқан. Екеуі бу арасында ұзақ жатты. Тыныш, ыстық, бақытты. Күздің басы. Ақеркенің анасы соңғы 1 айдан бері «Қайда кетесің кешкісін, түнде қонбайсың» деп әбден мазасын алып біткен. Телефонға жауап бермейді. Үйге кеш келеді. Беті қызарып, көзі бақыттан жайнап тұрады. Анасы күдіктеніп, бір түні қызын қатты ұрсып, «Айтшы, кіммен жүрсің? Ол Нұрбол ма? Ол сенен 10 жас үлкен, бұрын үйленген. Біз ондайды құда қылмаймыз», деп айқайлады. Ақерке ештеңе демеді. Тек көзінен жас тамды да бөлмесіне кіріп кетті. Сол күні кешкен Нұрбол Ақеркенің үйіне келді. Қолында кішкентай қорапша, ішінде алтын жүзік. Үлкен емес, бірақ жүрегі сияқты таза әрі жарқыраған. Есікті анасы ашты. Нұрбол басын иіп сәлем берді. «Апа, мен Ақеркенің бақыты үшін келдім. Сіздерге сөз салғалы тұрмын». Анасы есікті жапқысы келіп, «Біздің қызымыз саған тимейді. Сенен үлкенсің. Бұрынғы әйелің бар еді. Ауылдың бәрі сөйлеп жатыр», деді. Нұрбол тыныш, бірақ қатты дауыспен, «Апа, мен бұрынғы әйелімнен 5 жыл бұрын ажырасқанмын. Балам жоқ. Ақерке менен басқа ешкімді жақсы көрмейді. Менде оны жанынан артық көремін. Мен оны бақытты етемін, сөз беремін». Әкесі шықты. Ол да қарсы. «Жоқ, болмайды. Біз қызымызды ондай адамға бермейміз». Нұрбол тізерлеп отырды да жүзікті алып Ақеркенің қолына ұсынды. «Ақерке, мен сенің алдында тізерлеп отырмын. Ата-анаң рұқсат бермесе де мен сені аламын. Бірақ мен оларды ренжіткім келмейді. Сондықтан сенің алдында ант етейін. Мен сені өлсем де бақытты етемін.
Сені ешқашан жылатпаймын. Сенің ата-анаңды да өз ата-анамдай көремін. Тек маған рұқсат берші. Ақерке көз жасын сүртпей жүзікті саусағына киді. Сосын анасы мен әкесіне бұрылып, тыныш, бірақ қатты дауыспен: «Мама, папа, мен Нұрболсыз өмір сүре алмаймын. Мен оны жақсы көремін. Ол мені ешқашан ренжітпейді. Егер сендер рұқсат бермесеңдер, мен бәрібір онымен кетемін. Бірақ мен сендерді жылатқым келмейді. Өтінемін, рұқсат беріңдер». Үйде тыныштық орнады. Анасы біртіндеп жылап жіберді. Әкесі басын изеді. «Қызым, егер сен бақытты болсаң, онда Құдай жар болсын». Нұрбол орнынан тұрып әкесінің қолын қысты. Анасына басын иді. Ақерке екеуін құшақтап жылап жіберді. Бір айдан кейін құда түсіп қыз ұзатылды. Ауылдың бәрі сөйледі, бірақ екеуі ешкімге қараған жоқ. Олардың махаббаты бәрі шын өмірде де осылай болады. Егер жүрек шынайы болса, ата-ана да бір күні көнеді. Тек сүйіспеншілікті жоғалтпа. Сенің махаббатың да жеңеді.